Бізде бұл тегін сабақтың екінші сабағы. Енді сол алған білімдеріңізді қалай видеоға, фотоға айналдырудың екі жолын көрсетемін. Мен сразу айтып қояйын, подписка алатын тегін емес, ақылы идеялармен жасаймын. Өйткені неге? Ол жерде сапа мықты, ол жерде тұрақтылық бар, ол жерде сіз сата алатындай видео жасайсыз. Ешқашан сенбеңіз, ой, тегінмен сіз байланбай ақша табасыз, тегінмен шексіз істейсіз деп. Тегіннің де өзінің шектеуі бар. Тегін не үшін беріледі? Ол маркетингке ход. Осы арқылы жаңағы түрлі сайттар өзіне сізді байлап, сол жерде жасауға, арғай ақша төлеп подписка алуға итермелейді. Бірақ сонда да алғашқы фотоларыңызды примерно жасау үшін қолыңыздан келетін ұстап, басып кнопканы түсіну үшін сіздерге 5 түрлі, даже 6 түрлі сіздерге бір жолдарын қарастырып кетемін. Бірақ бұл видео сіз қарап жатқан уақытқа қарағанда бұрынды шығуы мүмкін. Сондықтан қазір ол актуальны ма тексеріп алыңыз. Сондықтан сіздерге 6 түрін жасадым. 6 түрінде қарап шығыңыз. Біреуі актуальны болуы мүмкін, біреуі актуальны болмауы мүмкін. Одан да басқа новый шығуы мүмкін, одан басқасы кейінірек келуі мүмкін. Сондықтан бастап кетейік. Міне біріншісі ол Google AI Studio деген сайтқа кіресіздер. Ол жерде мысалы Home'a кірсеңіз, мына жерде Try Gemini 3 дейді. Ол жаңағы ChatGPT сияқты Try Nano Banana десеңіз кіруге болады. Бұл жерде жасауға болатын түрлері, мысалы Gemini бар, Nano Banana бар, Image 4 бар, Image 4 Ultra бар деген сияқты. Мысалы мен мына жерге жазсам Supercar деп, мысалы Supercar профессионал, мысалы мына жерде соотношениесін таңдай аласыз, мына жерде и качествосын таңдай аласыз. Мен жібердім Supercar деп. Қазір бізге жасап берсін, көрейік. Секунд оған жоқ, 9 секундтың ішінде осындай бізге Supercar деген сапасы өте мықты фото жасап береді. Бірақ сөзбен жаңа айтқан промпттарын жасаңыз, одан да күш жасап береді. Келесі бізде Pika деген осындай сайт, негізі Try for free деп бассаңыз, ары қарай сіз таңдай аласыз. Бұл жерде бір шектеулі тоже. Ешқандай шексіз деген тема жоқ. Шектеулі түрде бірнеше күнне мүмкін, либо жалпы алған кезде бірнеше фото істей алуыңыз мүмкін. Келесісі бұл жерде Hailu A деген. Мен бұл жерде жасағам, уже менің аккаунтым бойынша бонусқа берілетін кредиттер біткен. Мен уже видео жасап тастадым. Осыған кіріп видео жасасаңыз болады. Мен бірнеше аккаунттан кіріп істейтін бұндайға. Сосын осындай бар, мысалы Top VA деген. Скриншот жасап алсаңыз болады. Осы арқылы кіресіз, мысалы Top VA.ai. Бұл жерде free план 10 кредит беріледі екен. 10 кредит арқылы, мысалы мен кірсем, мына жерге Supercar деп жазайық, мысалы Nano Banana Pro. Көрейік. Task create successfully деп жазып жатыр, мысалы. 2 минут дейді. Дальше кете берейік. Vid деген бар, мысалы. Vid.io дейді, мысалы. Vidға кіресіз. Таңдайсыз, мысалы, нәрде Vidтің өзінікі бар, Open Source'аныкі бар, VO 3.1 демо версиялар, мысалы, Clink бар, Nano Banana бар. Соны, мысалы, таңдайсыз, Try for деп таңдайсыз, мысалы, мен таңдасам, мысалы. Нәрде, мысалы, Vidті тоже видео стелді, мысалы. Мен дайын промптын басып салдым жерде. И вот Drimini деген бар. DriminiCapcut.com. Кірес, кредитті басасыз. Мына жерде, мысалы, и Nano Banana Pro бар, Image бар, обычный Nano Banana бар, мысалы, 4К бар, 2К бар качество бойынша. Потом, типа, ChatGPT сияқты, мысалы, агент ретінде, либо фото ретінде қарасаңыз. Мысалы, Қазақстан десем, Қазақстан. Мен уже екеуі істеп қойдым да, қарасаңызшы. Сапалары да мощный негіз. Ашулар кішкене отыр. Мысалы, сапасын қараңыз. Мощный. Supercar, мысалы, жаздым. Мені қараңыз, Қазақстанда, мысалы, таумен Supercar істеп бердім, мысалы, бізге. 2К качествосында. 16:9 разрешение, мысалы, қараңыз. Кайф па? Кайф. Бұл жерде енді қанша беретінін мен білмеймін, сіздерге жолын айтатынды істеу керек. Хотя бір-екі моменттерін промпт жазып, өзіңіз жаңа мен айтқан стильдермен жазып көрсеңіз, қолыңыздан келеді деген ойдамын. Енді менің қолданатын AI-ларым, в основнойларым, мысалы, ең біріншінің бірі, мысалы, 4-еу бар менде основной қолданатындар. 5-еу бар. Ол Midjourney, мысалы, Midjourney. Референстарға жақсы, ракурстар табуға жақсы, и качество жаңағы мощный келеді. Просто
кейбір кезде көздерін арзымат етуі мүмкін, и бір адам персонаж сақтап қойған қиын болуы мүмкін. Келесі бізде клинк анимационный ииларға жақсы, мысалы анимационный ииларға жақсы клинк. Мысалы робот деген бір видео бар инстаграмда, соны осымен жасаған, бірақ мынау платный тоже. Одан кейін синтекс бар. Синтекста тоже ол российский, менде мына жерде платный подпискасы бар. Неше түрлі бәрі бар мына жерде, полный. Фото бойынша да, видео бойынша да, текст бойынша да бүкілі бар, короче. Бүкілін қолдана аласыз, мысалы. И мысалы мына жерде Хиксфилд бар. Хиксфилдта өзінің неше түрлі фишкалары бар. Тоже машина. И плюс VO бар. Мен VO-ның өзінің Flow арқылы, Flow деген официальный өзінің сайты, сол арқылы анимация. Енді 3 видеоны көріп біттіңіздер, білім алдыңыздар. Сіздерге прям реально білім бердім, негізі қарасаңыздар. И сіздерге жолдарын айттым, алдаған жоқпын. Тегін варианттарын да бердім, ақылы варианттарын да бердім. Арасынан таңдап өздеріңіз қалап алсаңыздар болады.